Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Әдеттегідей Нұрислам лайф эфирінде бізде бүгін қонақта белгілі дінтанушы Кеңшілік Тышқанұлы. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Аға, өзіңізге белгілі қоғамда болып жатқан жағдайлар, түрлі кикілжіңдер осы діннің айналасындағы кейінгі кезде осыны жалпы сараптай келе, ойлана келе, бәлкім осы біз дінімізді дұрыс түсінбеуден де осындай халге, осындай бір жағдайда қалып кетіп жатырмыз ба деген ұғым қалыптасады да. Жалпы негізі дін қоғамдағы рөлі, жалпы діннің маңыздылығы, діннің шынайылығы қалай көрініс көрсету керек? Енді қоғамда өзі үлкен институттар бар дейтін болсақ, соның ішінде біреу, ең үлкен институттардың бірі діннің институты ғой. Ол дін, шәкәрімнің тілімен айтқанда, дін адамды бір бауыр қылмақ еді, оны бөліп дұшпандық қару жасар, Инжіл Құран бәрі айтып тұрса дағы мағынасынан адасып қара басар дейді. Діннің негізгі функциясы, екінші бір функциясы бұл Құдай бір, ақирет бар, жүждан дұрыс дейді шәкәрім. Сонда қарап отырсаңыз адамның жүжданын ояту, адамды белгілі бір деңгейде қалыпты өмір сүруге тәрбиелеу. Өйткені неге десеңіз, діннің құндылықтары, өлшемдері осы өмірмен ғана шектелмейтін болғаннан кейін адам өзінің іс-әрекеттерін толыққанды еркін деп жібере алмайды. Неге десеңіз, Құранда да айтады, сендер басы бос жіберілдік деп ойладыңдар ма деген сияқты мағынада аяттар бар. Бұл не деген сөз? Адам бұл дүниеде білгенін істей алмайды деген мағынаны білдіреді. Неге десеңіз, білгенін істесеңіз істей бересіз, бірақ жауап беретін кезеңдер бар деп. Сол үшін де діннің өзінің осындай бір тежеу немесе жаңағы бақылау тетіктері арқылы қоғамда тәртіпті, тыныштықты, ізгілікті, одан кейін жеке адам ретінде адамның өзінің ішкі құндылықтарын қалыптастыруға бағытталған құндылықтардың жиынтығы ғой. Бірақ енді ол нәрсені сол деңгейде түсіну үшін жаңағы мынау дінді түсінген үлкен тұлғалардың еңбектерін қарап отырсаңыз, сол жоғары деңгейге шейін көтеріле алған. Кемелдік деп жатамыз, ол тек қана біздің ислам дінінде емес, мысалы жаңағы буддизмде нирвана деп жатады, болмаса жаңағы христиан діндегі, жаңағы недегі православ діндегі совершенствование дейді, кемелдену дейді. Одан кейін жаңағы мынау исламдағы кәміл адам дейді, жаңағы конфуцизмде түсінсе дейді, кемелдікке жеткен адам, нұрланған адам. Сонда қарап отырсаңыз, бәрінің мақсаты не? Адамды кемелдендіру ғой. Ал енді сол адамды кемелдендіру функциясында әртүрлі кезеңдерден, әртүрлі этаптардан өтеді деп мен ойлаймын. Тура сол сияқты адам сияқты қоғамда тірі организм ғой. Ал қоғамда да түрлі қайшылықтардан өтеді. Қоғамда кемелденеді, қоғамда дұрыс салады. Неге десеңіз, біз кейде қоғамда болып жатқан кейбір негативтерді тек қана негатив деп қабылдаймыз. Шын мәнісінде негатив болмай, позитив бола ма? Позитивті ажыратып көре алмайсыз дейсіз. Ажырата алмайсыз, өйткені адам сізде мысалы Хазірет Абу Бәкірден сұраған екен ғой, осы дәрежеге қалай жеттің деп. Сонда айтыпты ғой, мен шайтанның арқасында жеттім деп. Шайтан маған не айтса, мен керісіншесін істедім деген ғой. Тура сол сияқты мына философияда да бар, қарама қайшылықтардың бірлігімен күресу деген. Жаңағы әр нәрсе өзінің қайшылығымен білінеді деген нәрсе ше. Тура сол сияқты қоғамда кейбір негативті нәрселердің болуы сол қайшылықтарды тудырып, содан кейін адамдардың көзқарастарын қалыптастыру үшін адамдар соған ойланады. Сол үшін біз негативті, негатив деп қабылдаймыз, бірақ негативтің нәтижелерінің барлығы негатив болмауы да мүмкін. Кейде біздің басымызға келген кейбір қиыншылықтар бізді пісіру үшін, шыңдау үшін, кемелдендіру үшін деп, немесе нәтижесі тұрғысынан қарасаңыз, сіздің басыңызға келген қиыншылық ол керісінше сізді кемелдендірген болуы да мүмкін. Сол үшін бізде қоғамда болып жатқан кейбір негативтер, жарыққа шығып жатқан нәрселер, айтылып жатқан сөздер, шығып жатқан видеолар біздің рухани кемелдікке немесе рухани жаңағы осы кемелдікті іздеуде, бағыт іздеуде жүргендігімізді көрсетеді. Өйткені мына бар ғой, әрбір адам баласы дүниеге келгеннен кейін бір ақиқат іздейді. Өзі әр адамның санасында бір ақиқаты бар өзінің. Бірақ сол ақиқаттар кейде өмірдің жаңағы ағысымен немесе уақыттың төрелігімен ақталмауы мүмкін. Сол кезде ол өзінің ақиқат деп жүрген нәрсесінің қате екендігін де түсінуі мүмкін. Демек, егер адам баласы
сондай әлсіз болатын болса, сондай нәрселерге түсіп қалатын болса, онда кейбір сондай әлсіздіктердің барлығын біз күстен алуымыз керек па? Не болмаса қазақта бар ғой, сүрінбейтін тұяқ жоқ, жаңылмайтын жақ жоқ деген. Немесе пайғамбарлардан басқа адамдардың барлығы күнә жасауы мүмкін. Демек, адам баласы күнә жасау арқылы да жаңағы күнәнің не екенін, зардаптарының қандай нашар болатынын түсінеді. Енді бәрі нәрсе міндетті түрде күнә жасау арқылы өту керек деген сөз емес. Бірақ кейде болып қалған сондай негативтерді іс жүзінде өзің көресің, танисың. көресің. Болмаса өзінің қоғамның деңгейі қандай екенін көресің. Қоғамның деңгейін көру үшін де қоғамда талқыланып жатқан тақырыптарды қарайсыз. Неге біз осының айналасынан шыға алмай қалдық деп кейде өзін жоғары немесе рухани жоғары ұстаған адамдар сондай деңгейге түспеуі де мүмкін, ол нәрсені талқыламауы да мүмкін. Өйткені ол неге десеңіз, қоғамда мыңдаған адамдар бар, миллиондаған. Ол адамдардың сана деңгейлерінің барлығы тарақтың жүзі сияқты бірдей болмайды. Содан кейін айтылатын сөз, ауыздан шыққан сөз, бүкіл адамдардың аузынан бірдей сөз шықпайды. Адамның көкжиегі басқаша, алған білімі басқаша, танымы басқаша, сенімі басқаша. Тіпті бір сенімдегілердің өзінің көзқарастары басқаша. Менің ойымша, бұл қарама-қайшылық немесе жаңағы дұрдараздық, бұл ешқашан бір инстанцияға келіп тоқтайды дегенге мен өз басым сенбеймін. Неге десеңіз, ол бір адам өзінің қателігін түсінеді, кемелденеді, немесе санасы қалыптасады. Екінші бір адам санасы жаңадан қалыптасып келе жатыр ғой. Ол жаңа қателікті бәрібір қайталайды. Тіпті кейде адамның қызығы сол, адам баласының қызығы сол, немесе әлсіздігі деп айтсақ та болады шығар. Бір қателікті қайта қайталайды. Қателік екенін біледі. Сабақ алмайды. Сабақ алғанда қалай? Әлсіздік. Мысалы, ойлайсыз ба, ішімдік ішетін адам ішімдікті жақсы деп ішіп жүрді. Ол ішіп отырған кезде де айтады, мынау жаман деп. Немесе келесі жолы ішпеймін дейді. Бірақ келесі жолы қайта ішеді. Неге? Әлсіз. Мысалы, ұйықтайтын адам таңертең тұрамын дейді сағат 6-да. Ертеңде тұра ала ма? Жоқ, ертең тұрайын. Ол әлсіздік. Яғни адам баласы бір жағы әлсіз болып жаратылған. Не үшін? Құдайды тану үшін. Егер адам әлсіздікті сезінбегенде Құдайды мүлде қабылдамау үшін. Өзім шеше беремін деп ойлайды. Бәріне өзім қожаймын дейді. Маған ешкімнің қажеттілігі жоқ дейді. Мен өзім проблемамды өзім шешіп тұрмын, бәріне қол жетіп жатырмын. Иннама утиту ала илм дейді ғой. Неге Қарун деген болды ғой, бай болған. Соған жаңағы зекет бер деген кезде айтады ғой, Мұса пайғамбар. Мен оны өзім еңбегіммен тапқанмын дейді. Құдай берді деп жатқан жоқ қой. Ал егер адам әлсіздікті ұмытып сондай болатын болса, немесе адам ешқандай ауырмаған болса, ешқандай басынан қиыншылық өтпеген болса, ол адам өзінің пенде екенін ұмытып кетеді. Құдайдың алдында өзін Құдай санап кетуі мүмкін, нәпсісін Құдай көріп кетуі мүмкін. Сол үшін әлсіздік ретінде қоғамда, адамдарда болып жатқан негативтерді біз кейде солай негатив деп қабылдай салмауымыз керек. Ол бізге ескерту, бұл бізге сабақ, бұл біз одан бірдеңе шығаруымыз керек, нәтиже шығаруымыз керек. Қоғамда кейбір негативтердің болатындығы қалыпты жағдай. Сондықтан да ол адамдардың да деңгейіне қарап, немесе ол адамдардың да жаңа айтқан сөзіне қарап, немесе қоғамда талқыланған дүниелер қарап, дұрысын білу керек. Дұрысын білу үшін адам терісін білу керек. Әйтпесе теріс болмай дұрыс болады деген нәрсе жоқ. Бәр нәрсені Құдай екі-екіден жаратқан, күн мен түн, жақсы мен жаман, әйел мен еркек, содан кейін мынау жаңағы білім мен надандық, бұның барлығы параллель жүреді. Біреу болса екіншісін тудырады, немесе қажеттілік тудырады. Кейде қиыншылық, адамның заманның қиыншылықтары жақсы заман тудырады. Неге? Адамдар қиыншылыққа төзе біледі да, күресе біледі. Ал жақсы замандар кейде жаман адамдар тудырады. Неге? Қиыншылық деген нәрсені білмеген кезде олар түсіп қалғанда шыға алмай қалады тарықтан. Сол үшін де бәр нәрсе қайшылықтарымен бола беретін дүние. Менің айтқым келіп жатқаным мынау. Бәр нәрсеге нигилистік көзбен біздің қоғам неге бұлай болып кетті деп үмітсіздікке түсіп, жасап жүрген жұмысымыздан тастап, қой құрсын, біз адам болмаймыз демеуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Қазір комментарийда да ел болмаймыз деп жазатын адамдар көбейіп кетті. Біз біттік деген сияқты. Біттік, тындық, ел болмаймыз, қашан ел боламыз деген сияқты бір андай негативті ұстанымдағы адамдар көбейіп кеткен расымен де. Өйткені негатив неге туындайды десеңіз, адамның ішіндегі өзінің мынау жаңағы үмітсіздігі, одан кейін адамның өзінің былай іштей бір талпынысының жоқ екендігі. Жалпы талпыныс тоқтаған кезде адамның өмір сүруге деген құлшынысы да тоқтайды ғой. Бұл ел ретінде, халық ретінде де бұл нәрселер негативтер міндетті түрде болады. Жалпы адамның өзінің
іште не болса сыртқа сол төгіледі деген сияқты иә адамның өзінің ішіне жинаған құндылықтары ғой. Сондықтан да іште негатив адамдар болатын болса, сондай негатив сөз. И олар сол негативін шығару арқылы өздері жеңілдеп те жатыр. Мгм. Бірақ өкінішке қарай кейбір позитив адамдардың жүрегінде қарайтады. Мгм. Өйткені адам жаман нәрсені айта берсе, қазақта бар ғой, Мгм. 40 рет жамансың десең жаман болып кетеді. Жындысың десең жынды болып кетеді. Өйткені негатив сөздер де адамға әсер етеді. Мгм. Жүрегін жаралайды, көңілін кірлетеді, Мгм. ойын мазалайды. Оның барлығы кейде көп айтылған кезде ол да қоғамда кейбір негативті нәтижелер тудыруы мүмкін. Яғни іріген адамның аузынан шіріген сөз шығады деп қазақ бекер айтпайды. Сондықтан да бұл негативті адамдарды да қарап, біз олардың көптігіне қарап, ойбай біздің қоғам бітті, ел бола алмаймыз, ары қарай құрыдық деген сияқты нәрселер. Иә, кейде ол мына шешендік не ретінде, фраза ретінде айтылуы мүмкін. Енді Мгм. не дейді, ауыспалы мағынада. иә Сен адам болмайсың деген сияқты ше. Ол сен адам болмайсың десең емес, сені қамшылау мақсатында керісінше айту, мотивация беру. мотивация беру мақсатында айту. Ондай да болуы мүмкін. Солай да кейде қабылдаған дұрыс шығар деп ойлаймын. Өйткені бұл жаңағы, егер біз бәріміз солай нигилизмге, үмітсіздікке орнайтын болсақ, онда қоғамды кім жетелейді? Мгм. Онда болашаққа кім бағыт бағдар құрады? Кім бала шағаны тәрбиелейді? Кім, мысалы, қараңызшы, үлкен тұлғалардың өмірін қараңыз. Олардың өмірлері де жұмақ сияқты керемет болды ма? иә Қоғамда небір негативтер болды. әрине Сол негатив болдым деп ол жазбаса, абайдың көрмегені жоқ қой. көрмеген жоқ. Мысалы, мен негатив болдым деп ол жазбаса, айтпаса, Мгм. алға қарай жетелемесе, иә, жаңағы мен жетелеп өтемін өрге қарай қазақты деп шәкәрім сияқты айтпаса, қазақ бітті, құрыған халық, оған айтып сөз өтпейді, керек емес десе, Мгм. онда біз не боламыз? Сондықтан да иә, негативті қабылдаймыз, бірақ жалпы қаншама жақсы адамдар да бар. Мгм. Кейде қоғамда өзі мынау жаман нәрсе көп сияқты көрінеді. Мгм. Көп, мысалы 1000 адам бар, иә. Мысалы сіздің арнаңызды қарап отырған мүмкін 1000 адам бар, 10 000 адам бар. Ішінен бір 5 адам негатив жазса, ойбай, бәрі көреді соны. 100 адам, 150 адам, 200 адам жақсы жазса, көрмейді. Адамның өзінің жаңағы иннал инсана залуман жахула дейді, Құранда айтады, адам баласы залым, әлі жахул, жаңағы надан. Неге десеңіз, адам негативті көруге бейіл тұрады. Мгм. Бір әдемі құрылыс қараса, сол әдемі екен деп қарап тұрады да, біз енді бір ақауды байқаса, мынау дұрыс емес екен ғой дейді. Немесе адамның бойынан бір 10 қасиет көреді да, 9 жақсы қасиетін көріп, бір жаман қасиетін көрсе, мынау адам емес дейді. Иә, өзі адамның бойында жоққа сондай, шығарып жібереді бәрін. адамның бойында сондай бір жаратылыс деп айтпай ақ қояйыншы, сондай бір әдет бар. Сол үшін де біз ондай нәрселерге қатты жаңағы үмітсіздікке түсудің қажеті жоқ. Үмітсіздік деген нәрсе ол адамды өлтіретін дүние. Үмітсіз шайтан деп қазақ бекер айтпайды. Сол үшін қызмет жасай береміз, қоғамға қызмет жасай береміз, қолымыздан келгенше жақсылық жасай береміз. Жұрттың бәрі жамандық жасап жатса, сіз жақсылық жасаңыз. Рухани ләззат аласыз, рухани шабыттанасыз, кемелденесіз. Керісінше ол адамдарға рахмет айтасыз. Неге? Сізді жақсы деп айту үшін ол адамдардың жамандығы көру керек. Әйтпесе біз бәрі адамдар жақсы болмасын деген сөз емес бұл. Бірақ талпыныс үшін ол да керек шығар. Енді өзімізбен өзіміз күресеміз. Ішімізде жамандықтарымыз бар, онымен де күресеміз. Бұл деген сөз өмірдің бар екендігін көрсетеді. Күрес жоқ болса, өмір тоқтаған деген сөз ғой. Қоғамның өмірі де сондай күреспен жүреді. Қоғамның өмірі тоқтамас үшін ондай күрестер бола береді. Иә, бір кейде ағат сөздер айтылады, иә, кейде бір ағат қылықтар болады, иә, бір кейде негатив, қасірет, қайғыда болып жатады кейде. Өкінішке қарай деп айтайық. Оны мақұлдау емес, болу керек деген сөз емес. Бірақ болып қалды ал. Енді не істейміз? Демек, одан сабақ шығару керек. Қай жерден біз қате кеттік? Бір адам жаман болса, замандастарының бәрі виноват дейді Абай. Біз қай жерде қателесіп жатырмыз? Мүмкін қол ұшын созатын кезде созған жоқпыз. Мүмкін ақыл айтатын жерде айтқан жоқпыз, қойшы соны деп, өз ақылым өзіме деп кетіп қалдық. Мүмкін біз немқұрайлық қарадық, мен өзім аман болайын, ағайын туысым аман болсын, немесе менің өзім қарным тоқ болсын, қалғандар аш болса маған не дедік. Соның зардабын көріп жатырмыз. Өйткені елдегі бар ерінге тиеді, елде болып жатқан негативтерде де біздің былайша айтқан кезде көңіл күйімізге әсер етіп жатыр ғой. Иә. Сондықтан жалпы аға, мақсат бұл жерде енді біреуді критиковать ету, біреуді жаңағыдай не емес, мақсат дінімізді дұрыс түсіну деген жалпы қоғамдағы тыныштық пен ауызбіршілік ынтымақ қой негізі. Дегеніміз, мақсатымыз бәріміздің де иә, кез келген еліне
жеріне жаны ашитын адам негізі сондай түсінікте болады деп ойлаймын мен. Енді осы жаңағы тұлға мәселесіне қатысты, кемелдену мәселесіне келетін болсақ, дінде мысалға жалпы исламға тоқталсақ та түрлі жамағаттар бар. Иә, бір тұлғаның жаңа кемелдікке жеткен ұстазымның етегінен ұстаймын деген сияқты қылып түрлі сондай бір философияны құрастырып алып, соның шеңберінде топ болып жүрген азаматтарымыз жеткілікті. Иә, қоғамда. Соған байланысты кеше мәселен Түркия мемлекетінде Сүлейменшілер жамағатының сол беделді сол жұмысты атқарып отқан лидерлар деп айтайықшы, соларды құрықтап жатыр. Мемлекеттік деңгейде тексеру жүргізіп жатыр. Пәленбай жаңағыдай килограмм слитка алтындар шығып жатыр, сап алтындар. Және миллиондаған доллар қаражаттар шығып жатыр да. Бұл енді шынайы былай ақылмен ойланып қарап саналы түрде талдау жүргізетін болсақ, бұл діннен емес қой негізі. Осы жамағаттар адамның Құдайға деген адалдығын, Құдайға деген сенімін пайдалану арқылы түрлі осындай манипуляциялық жолдар арқылы адамның сенімімен ойнап жатқан дүниелерді кездестіреміз. Осыған қатысты не айтасыз? Осыдан жалпы жамағат деген не ұғым беру керек? Біз жалпы қалай түсіну керек біз оны? Әлде бір жаңағы кемелдік дәрежеге жетті деген адамның етегінен ұстап кету керекпіз ба? Осыны қалай түсіндіріп Бұл бересіз? жерде бұл мәселеге бірнеше қырынан қарау керек. Шәкәрім де айтады, бұл күнде дұрыс иман жоқ, шатағды нәпсі тыйған жоқ деп. Шатағым деп отырғаны адамның жүрегіне түспеген иман немесе жүрегіне түспеген тазалық, ол кейде нәпсіні одан бетер өзінің шегінен шығарып жіберуі мүмкін. Яғни жамағаттың немесе өзіне сенім артқан адамдардың сенімін өз мүддесіне пайдалануы да мүмкін. Өйткені ол адам өзі жоғарылаған сайын, кемелденген сайын қарапайым бола беру керек та, діни философиялық тұрдан алған кезде дүниеден қаша беру керек. Өйткені сіз егер одан қашпайтын болсаңыз, ол сіздің абыройыңызға нұқсан келтіреді. Себебі бұл өзі, діндарлық дегеннің өзі дін мен дүниенің тепе-теңдігі ғой. Осы тепе-теңдіктен кім ажырап қалатын болса, ол сырттай болып көріне беру мүмкін, бірақ шын мәнісінде оның руханияты үлкен нұқсан зардап шегеді. Сол үшін де бұл жерде жамағат деген мәселеге келген кезде ең бірінші мына нәрсені қарау керек. Бізде қоғамда әртүрлі адамдар бар. Ол адамдар руханиятты әртүрлі адамдар арқылы табады. Бір адамның руханиятқа келуіне екінші бір адам себепкер болады ғой. Ал себепкер болған адам ол өзінің руханиятына әсер еткен адамдарды, тұлғаларды, кітаптарды бағалайды. Мысалы, сіздің руханиятыңызға бір адам себепкер болды, сіз оны ұстаз деп көрдіңіз, ол кісі қандай кітаптарды оқиды, ол кісі қандай топта жүр, немесе кімдермен олар біз бір жаңағы енді партия деп айтпай қойын, бұл да бір бөлік қой, кімдермен біз жамағатпыз, кім біздің адамдар, кім бізден емес деген сияқты мәселелер бәрібір де ол сіздің жаңағы қазақта мына бір жақсы сөз бар, келіннің бетін кім ашса сол ыстық. Бұл жерде келін туралы емес мәселе. Бұл жерде кім сауатты қайдан ашады, сол жердегі адамдар оған ыстық болып есептеледі. Және ол сол арқылы қалған дүниелердің барлығын салыстырады. Өйткені біз деген категория кіргеннен кейін қалған бәрін салыстырады. Бұл жерде қателік мынау. Қай кезде қателеседі? Себебі кез келген адам, мысалы мен арқылы да, немесе мен біреу арқылы да, сіз біреу арқылы да көзіңізді ашуыңыз мүмкін тырнақшаң ішінде. Біз оны руханиятта көзді ашу дейміз, болмаса жаңа ақиқат табу дейміз, руханиятқа бет бұрыс дейміз, ұстаз дейміз, ол менің ойымша қалыпты жағдай. Олай болмау да мүмкін қиын шығар, кезінде де болған, пір сіздің пірі шайтан деп. Пір деп отырған енді ұстаз ғой. Егер сіз біреуді ұстаз деп танымайтын болсаңыз, оның айтқанына көнбейтін болсаңыз, оның жаңағы қойған қағидаттарын орындамайтын болсаңыз, ол сізді дінді бірден Құранды алдыңызға алып, сіз өзіңіз үкім шығарып өтіріп қалың болып кете алмайсыз ғой, бәрібір де біреулер арқылы барасыз судың тұнығына. Ұстаз керегі анық қой. Ұстаз керегі анық. Сол кезде мына нәрсені егер сіз
осыны жаңағы 100% түбегейлі ешқандай қателеспейді деп күнәдан пәк деп қабылдасаңыз, ол да кішкене әсірешілдік болады. Иә. Сол үшін ұстаз деген Шектен шығу ғой. Ұстаз деген дүниенің жаңағы адамның өзінің де кейде болады ғой, кейде ұлы тұлғалармен араласуға қорқам, олардың қателіктерін көріп қалам ба деген сияқты. Біз кейде ұстазды сыртынан қараған кезде ол бір пәк адам сияқты көрінуі мүмкін. Ол да қарапайым пенде, Құдайдың жаратқан адамы. Ол да кейде өзінің әлсіз тұстары болуы мүмкін, жаңағы пендешілігі болуы мүмкін деген сияқты нәрселерді назарда да ұстап отыруымыз керек. Бұл адамның кемелдену процесінің тоқтамағандығын көрсетеді ғой. Иә. Даже ұстаз болса да. Ал енді бұл қателік қай жерде деген кезде, қателік мына жерде. Кез келген жамағат болуы да мүмкін. Мысалы 5-6 адам бірігіп, біз осы руханиятқа үлес қосайық деп қызмет жасауы мүмкін. Оны біз сыртынан қарап жамағат дейміз. Және олардың айналасына адамдар, жастар тартылуы мүмкін. Бізде сөйтейікші, бізде мынаны кітапты оқиықшы, бізде мынаны талдайықшы, бізде мына нәрселерді ұйым болады уже. Елге қызмет, ұйым болды. Жамағат деген нәрсе өзі біреу қалауы мүмкін, біреу қаламауы мүмкін, адамның айналасына жүрміз. Мысалы Алашорда дейміз ғой біз. Иә. Неге Алашорда дейміз? Өйткені ол бір идеяның айналасына жинақталған адамдар ғой. Былайша айтқанда бір қазір тілмен айтсақ бір жамағат қой. Бір мүдде ғой, бір жамағат қой. Сол үшін де бұл жердегі мәселе дұрыс. Бірақ қай кезде қателеседі деген кезде сол өзінің мүдделі топтарын басқалардан жоғары қоя бастаған кезде біздікі ғана дұрыс деп, болмаса біздікі дұрысырақ, немесе біздікі ғана дұрыс, қалғандардың бәрі адасып жүр, аналардікі дұрыс емес, немесе күштәналай бастаған кезде, немесе жамандай бастаған кезде, немесе бәлендермен араласпаңдар деген кезде, бұл уже сектаның бұл кезде уже сіздің дұрыс емес екеніңізді көрсетеді. Иә, сектаның көрінісі. Көрініс. Өйткені неге десеңіз, біз егер бәріміз бір мұсылман болсақ, бір бауыр болсақ, конце бір адамбыз ғой. Бір адам болсақ, бір пенде болсақ, ұлтымыз бір болса, қыбыламыз бір болса, намазымыз бір болса, мешітіміз болса, баратын жеріміз бір болса, оқитын Құранымыз бір болса, жаттайтын хадисіміз бір болса, пайғамбарымыз бір болса, қыбыламыз бір болса, тіпті Құдайымыз бір болса, онда мен не үшін сізден үстемін деп айтуым керек. Мүмкін сіз менен үстемсіз. Бір Құдай біледі. Білмеймін ғой, мен талпынып жүрген адаммын. Оны бір Құдай біледі. Кімнің жүрегі Құдайға қаншалықты жақын, мен қайдан білем? Менің ұстазымдікі ма, оның ұстазынікі жақын ба, мен қайдан білем? Бірақ мен ұстазыма қарыздармын, өйткені мен дұрыс нәрселерді маған үйретті. Жеткізді, көзімді ашты, белгілі бір деңгейде ақиқатқа жақындатты деген сияқты. Мінекей сол, ол кез келген мысалы сізге су әкеліп берген адамға рахмет етесіз ғой. Сол сияқты оған рахметіңізді айтыңыз, құрметтеңіз. Бірақ біздікі ғана дұрыс деген нәрсе, бұл қоғамды жік-жікке бөлуге алып баратын нәрсе. Сондықтан да жамағаттар осы жерде қателеседі. Ал енді екінші мәселе, материалдық игілік деген нәрсе, мынау адам руханиятқа қарай бет бұрған сайын мына нәрселерден, дүние деген нәрселерден басын ашып алу керек. Мысалы біз Қожа Ахмет Яссауидің тарихын оқимыз да, 63-тен кейін қылуетке кіріп, тәркі дүние қылып, Яссауидің қаншама шәкірттері болған. Ал егер Яссауидің сол қылуетінің ішінен қаншама алтындар табылса, Яссауи боламаушы еді. Дұрыс айтасыз. Сондықтан да мынандай нәрсе ғой, адам танымал болған сайын жауапкершілік арта береді. Адам бір руханиятты, немесе бір жамағаттың руханиятын мойнына алған кезде тіптен қауіпті. Мүлде тиын-тебен деген нәрсеге араласпау керек. Егер ол мен рухани тұлға болам десем. Біріншіден менің сенімім оған рұқсат бермейді. Рызықтандырушы Құдай. Екіншіден, кез келген жақсы бір қағида бар. Егер дейді, мысалы, сіз мені бір ұстаз деп санасаңыз, маған бір сыйлық берсеңіз, мен ол сыйлықты алсам, сіз мені кім деп санап тұрсыз? Ұстаз, рухани адам деп тұрсыз ғой, иә? А мен өзім ондай емес болсам, мен сізді алдап тұрмын. Түсінесіз бе? Яғни мен ол сыйлыққа лайық емеспін. Сіз ойлап тұрған рухани адам мен емеспін. Сол үшін ол сыйлық маған емес. Ал егер мен соны лайықпын деп ойласам, онда мен тәкаппар адаммын. Екі жағдайда да маған сыйлық алуға болмайды, егер мен ұстаз болсам. Түсінесіз бе? Өйткені ол бірдеңе күтіп тұр ғой одан менен. Руханият бірдеңе күтіп тұр ғой. Әулие деп тұр, бірдеңе деп тұр. А мен ондай емеспін ғой. Мен оның чувствосын, сезімін алдап тұрмын ғой. Сондықтан да бұл жерде руханиятқа бет бұрған адам сыйлық деген нәрседен, байлық деген нәрседен, мен айта алмаймын, бай болмау керек деген сияқты. Бай болу керек, бірақ ол да оның саласы бар. Егер сіз дін саласында мен ұстаз болам десеңіз, бай бола беріңіз, бірақ сіздің қолыңызда болмасын ол. Сіздің қолыңызда болмасын.
Сол үшін де бұл жерде нәрсе, кәсіп өзіңіз жасасаңыз, өзіңіз еңбек қылып жатсаңыз, өз еңбегіңізді тауып жатсаңыз, ол жерде мәселе мүмкін басқа шығар. Бірақ жаңағыдай жамағаттың сезімін пайдаланып, сол жерден жиналған тиын тебендерді, жаңағы қаражаттарды немесе сіздің жамағатыңыздағы кәсіпкерлердің берген қайырымдылығын өз мүддеңізге пайдаланып жатсаңыз, әрине сіздің дінге қатысы жоқ. дінге қатысы жоқ, онда сіз таза бизнесменсіз, таза жаңағы Шарлатан. алаяқсыз, иә. Сіз дінді перде ретінде руханият, қазір бізде де сондай адамдар көп. Мен намазхан екен деп тұрмысқа шығып кеттім, мен намазхан екен деп бүйтіп қалдым, діндар екен деп бүйтіп қалдым деп. Сөйтіп жаңағы отбасылық жанжалдарда да көп әйелдер зардап шегіп қалады. Неге үшін тұрмысқа шықтың десем, намаз оқып мен қайдан білемін, Құдайдан қорқатын. Шын мәнісінде ол намазды перде ретінде пайдаланып тұр. Сондықтан да бұндай нәрселерді діннен, руханияттан деп руханиятты кірлетудің қажеті жоқ. Және руханияттың тұлғаларын және өзіңнің сол нәпсіңді дінмен ақтап алма дейсің. ақтап алудың да қажеті жоқ. Ол екі есе күнә болады. Өзіңнің дін жаңағы пендешілігіңді, оның обоснованиясын, негізін діннен тауып беріп, дінде осындай нәрсе бар деп айту, ол барып тұрған керісінше Құдайдың дінін бұрмалау. Құдайдың дінін бұрмалау. Сондықтан да бұл жердегі мәселе озбырлық. Сол үшін бұл жерде адам өзі қарау керек. Жалпы мынандай нәрсе бар да, адамның көңіл деген нәрсе бар адамда. Ждан деген нәрсе бар. Адам бар ғой, бәр нәрсені сезеді. Сезеді, ішкі дүниесінде сезеді ғой. Ішкі дүниесінде сезеді. Сосын көңілден су ішеді дейді. Адам өзі біріне жақын адам екенін де біледі. Ол адамның таза ма, таза емес екендігін де сезеді. Адам керісінше кішкене рухани жағынан алға жылжыған сайын, адам бұл жағынан сезімтал бола бастайды. Демек, ол жердегі мәселе не? Егер оны сезбеген болса, сездіре алмаған болса, егер сол нәрседе жүріп жаңағыдай батпаққа батып кеткен болса, значит, ол жерде руханият жоқ. Ол жерде секта дейсіз. Ол жерде руханият жоқ, ол жерде просто алаяқтық бар. Ол жерде сол жаңағы алдаушылық бар, саясат бар, басқа бар. Мүдделер қақтығыстары бар, адамдардың сол таласы бар, немесе билікке таласы бар. Кейде оның екінші қыры да болуы мүмкін. Мысалы, бір адамды кінәлі етіп көрсету үшін екінші бір адамдар оны ұйымдастыруда мүмкін, білмейсіз. Сондықтан, бірақ егер олай ұйымдастырған жағдайда, мысалы бір екінші бір адамдар, ол адамдар ешқандай зардап шекпейді. Сол үшін ең қиыны бұл жерде жоғары жақтағылар емес, соларға сенім артып жүрген төмен жақтағылар зардап шегеді. Өйткені таза деген қазаннан шошқаның басы шықты ғой. Енді кім ең таза деп жүрген адамдарымыз мынандай болса, онда демек дінде тазалық жоқ деп діннен беті қайтып қорытынды шығару да мүмкін. Жамағаттың зардабынан дінге деген көзқарас өзгереді. Бір адам дұрыс болса, осы адам дұрыс деп жүрген кезде, ол адам дұрыс болмай шыққан кезде, басқа дұрыс адам жоқ деген қорытынды шығарады кейде. Сол кезде үлкен мынау бұзық болса, онда бәрі бұзық дейді ғой. Иә, жаңа айтады ғой, жаңағы имам отырса жамағат жатады деп. Сол үшін жаңағы таза деп жүрген адамдар мынандай болатын болса, бізге не жоқ дейді. Көп адамдар солай пәтуа шығарады ғой. Кейде бір діндар адамдан бір азғындық көріп қалады, немесе бір теріс әрекет көріп қалады. Мыналарына ұқсап жүрген болса, менің ішіп жүргенім сауап екен ғой деп қояды мысалы. Бірақ енді ол адамның табиғаты, оны ақиқат емес қой енді. Енді өзін оправдать ету үшін. Сол үшін де дін әсіресе мен айтып отырғаным сол. Адамға қарап дінге баға бермейміз ғой енді. Вот адамдардың бәрі солай қателеседі. Адамдардың бәрі мұсылманға қарап исламға баға береді. Өйткені ислам дұрыстамаған деп ойлайды. Ол өзінің нәпсісін дұрыстай алмай жүр деп ойламайды. Сөйтіп қорытынды шығарады. Сөйтеді дағыны жаңағы исламофобиямен айналысады. Көрдіңіз, сол үшін бұл жердегі нәрсе не? Бұл жердегі мұсылман адамға да үлкен жауапкершілік. Соның ішінде өзін діндар деп халыққа танытқан адамдарға 10 есе жауапкершілік. Өзінің қадамына абай болу керек. Дұрыс айтасыз. Осы тұста енді аға діндарларға, мен дінге қызмет етіп жүрмін деген уағызшылар болсын, имамдар болсын, осыларға қатысты тағы да бір пікір. Өкінішке орай, сол Құдайдың дін атын жамыла отырып, Құдайға жала жауып жататын тұстар да болады. Мәселен, бізде бір резонансты жағдай орын алды. Қамшымен әйелдеріңді сабап тұрыңдар деген сияқты бір сондай бір контекстте әңгіме болды ғой. Бәріміз білеміз. Бірақ ол дінге мүлдем қатысы жоқ шын мәнісінде. Қамшымен сабау керек болатын болса, сабаудың варианты пайғамбарда көп еді негізі. 12 әйел болды, мәселен. Бірақ пайғамбардың біз мінез құлқынан бір затты бүйтіп тарс еткізіп ұрмағандығын білеміз. Қандай құрмет айналасындағы адамдарға, оның үстіне жаңағыдай ең жақын әйелдеріне, бауырларына қандай махаббат көрсеткендігін көреміз да. Керісінше бірақ біреулер өзінің нәпсінің ішіндегі, былайша айтқан кезде травма дейікші қазіргі мынандай
современный тілмен Иә. айтқанда ішіндегі травмасын дінді жамылу арқылы Құдай солай айтып жатыр деп үйретіп жатыр да, жаңағы етият болу керек деп жатсыз ғой, сөзге еге болу керек, жаңағы өзіне еге болу керек деген сияқты. Осының отражениесінде қаншама адамдар тыңдап отыр. Нәтижеде мысалға кеше инцидент жағдай Барни үшін әбжептәуір қарындасымыз мысалға қандай жағдайда болды. Мәселе Барнида емес қой енді, бірақ Иә. дегенмен сондай түсінік, әйеліңді ұрсаң болады екен, қамшыласаң болады екен дегеннің нәтижесі мыңдаған адамдарға негативті әсер етіп жатыр да. Бұл дінде жоқ ұғым ғой шын дінде мәнісінде. қойып мынандай нәрсе ғой, мен бір мынау ғылымда логика деген нәрсе бар. Исламда да бұны мантық дейді. Иә. Мантық деген адамның санасында қайшылықтар болмау керек. Мгм. Менде мынандай қайшылық бар. Жаңағы бұл мәселеде мынандай қайшылық бар. Егер бір адам әйелді өзіне аманат деп санаса, Иә. аманатқа қиянат жасауға болмайды. Мгм. Екіншіден, әйел адам, қыз бала өзінің өскен ортасын тастап, Мгм. сенің ұрпағыңды өрбіту үшін сенің үйіңе келіп, Мгм. баласына да өзінің атын жазғыза алмай, Мгм. сенің балаңды туып тәрбиелеп, Мгм. киіміңді жуып, түтініңді түтететін болса, Мгм. оған қаншалықты адам қарыздар болу керек. Екіншіден, Тұқымың жалғастырып отыр. тұқым жалға өзін пида қылып отыр ғой. Иә. Жаңа топыраққа еккен дән қалай шірейді, сол сияқты өзін шіртіп жіберіп отыр ғой. Жалпы негізі әйелді әкеліп өсіп өнген ортасынан шығарып, өзіңнің ортаңа әкеліп, оны сабалау деген айуандық қой негізі. Сабағанды қойып деймін. Иә. Жай сізге солай жанын пида қылып, өзінің өмірін пида қылып, жаңа сіздің босағаңызда жүрген әйелге сіз қаншалықты қарыздар болуыңыз керек. Иә. Жақсы, басқасын былай қойып қойған кезде. Ал одан кейін оны мына жаңағы жұмаққа бару үшін ерінің ризашылығы керек деп, Мгм. ерін жұмақтың алдында қақпашы сияқты қойып, Иә. менің разы болмасам сен жұмаққа бара алмайсың деп өзінің эмоциясын Манипуляция. ризашылығы деп санап, Манипуляция. әйелді ұру, бұл барып тұрған логикалық қайшылық. Мгм. Бұл адамдардың мантығына мен логикасына таң қаламын. Мгм. Одан кейін діннің ішіндегі жаңа контенттерде айтылып жатқан дүниелер, Иә. иә, қамшы болу керек, анау керек. Қай кезең? Мгм. Бізде әртүрлі кезеңдер болған. Мгм. Орта ғасырларда, Мгм. мысалы, жаңа адамдардың тұрмыс санасы дамымай тұрған кезде, тіршілігі дамымай тұрған кезде, адамдардың күшке жүгінетін, иә. Одан кейін жаңағы іздеуші жоқ, әйелге қатынасында әйел деген жат жұрттық, сол жаңағы не дейді, сүйегі менікі, еті сенікі деген замандарда, немесе оның іздеушісі жоқ, қалың малға сатып алдым, бәленбай жылқыны айдаттым, бұл менің адам, мен босағамда өледі деген замандарда мүмкін кейбір сондай озбырлық әрекеттер болған. И то ол дінмен ақталмайды. Оны Ол ақталмайды. діннен емес ол. Ақталмайды, бірақ ол жаңа топас адамның санасымен Иә, солай иә. ақталады. Иә. Сөйтіп ақтап алуға тырысады. Бірақ мысалы неге мен айтамын, уағызшылар жаңағы Рум сүресінің 21 аятын неге айтпайды осы? Біз ер мен әйел жараттық, бір-бірінен тыныштық тапсын деп. Иә. Соны неге айтпайды? Мгм. Немесе пайғамбардың сендердің ең қайырларың, жұбайларыңа ең жақсы қарағандарың деген хадис неге айтпайды? Иә. Соны айту керек. Өйткені неге? Сіздің жұбайыңыз ол өмір бақи сіздің қасыңызда болатын адам. Мгм. Және өзінің бүкіл жаңағы уақытын, энергиясын, қиыншылығын сізге арнаған адам. Және сіз ер азамат ретінде сіз оны жақсы көріп алып отырсыз. Мгм. Мынау ғой, Құранда да бір логикалық аят бар. Қол ин күнтум тухиббуналлаха фаттабиғуни юхбибкумуллах дейді. Егер сен Алланы жақсы көремін десең, сен Алланың жақсы көретін пайғамбарын да жақсы көр дейді. Мен айтамын, егер сен қызды жақсы көремін деп алсаң, Мгм. сен неге оны ұрысасың? Ұрысатын болсаң жақсы көрмейсің. Жақсы көрмейтін болсаң неге аласың? Обал біреудің Обал қызын қылып. әбжептәуір қанша Нәпсіңді жыл өсірген. қанағаттандыру үшін. Иә. Иә? Ол саған құлдыққа келіп Құлдыққа жатқан келіп жоқ. жатқан жоқ қой. Иә. Құдалыққа келіп, құда болайық деді. Екі әулет бір құдаласты, баталарын берді. Мгм. Сен мынау қызды мен мәңгілік бақытты қыламын. Былай шыққанда жеке қалған кезде Мәңгілік жаңағы көпештеп аялайын, жатсың. басынан құс ұшырмайын. Менің Мгм. болашақ еще көрдіңіз, ішінде баласы бар. Мгм. Қатыгездіктің сорақысын қараңыз. Туған баласы бар, ішінде баласы бар. Сенің балаңды көтеріп жатқан. Сен сонда бір отбасында бір қыздың, бір әйелдің көңілін таба алмасаң, Мгм. жеп қойған бір шоколад үшін жұдырық көтерсең, Мгм. еркек деп айтуға болады ма? Бұның Сондықтан да бәрі бұл жердегі сол солай ойламайсыз ба аға? Сол дұрыс емес үгіт насихаттың сол жемісі деп. жалған намыс.
Иә. жалған намыс. Ер азаматтар не істейді? Өзінің күшін сыртқа шығармағаннан кейін, қара жұмыспен шығармағаннан кейін, өзінің жаңағы энергиясын кезінде жаугершілік заманда жауынан шығарады, басқасынан шығарады, малынан шығарады, иә, асауаттан шығарады. Немесе жаңағы арыстанмен алысады дегендей, аюмен алысады. Ал қазір не істейді? Қазір отбасының осақ қасында, мамасының қолында өскен ер азаматтарда мінез жоқ. Оның шамасы келетіні үй қасындағы әйел қойнындағы. Содан кейін барып сол күшін сода. Шын мәнісінде не үшін сыртта кезінде ер азаматтар олай істеген жоқ? Өйткені бүкіл күш жігерін малға, елдің қамына арнады. Оның үлкен жоспарларды. Ол әйелдің айтқан сөзі кейде оған мән бермеді. Иә, ол әйел адам болғаннан кейін психикасы сыр беруі мүмкін, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, кейде жаңағы аяғы ауыр болғаннан кейін бір нәрселер жегісі келуі мүмкін. Сенің тұрғыннан қарағанда анормаль болуы мүмкін, қалыпты емес болуы да мүмкін. Сен аяқ астынан жат неге мына жиі қалдың деуі мүмкін. Оның физикалық, физиономиялық несін білмейсің ғой. Жерік дейді қазақ. Ондай жағдайларда болуы мүмкін. Бір нәрсе қатты жегісі келуі, кейде біреудің үйінде тұрған жегісі келуі мүмкін. Оның барлығын түсінбейтін адам еркектің психологиясымен түсіне алмайды. Ал енді әлсіз болғаннан кейін әрине оны өзінің батырлығын сол өзінің әйелінен көрсеткісі келеді. Бұның бәрі мен айтамын логикалық қайшылық. Адамгершілікті былай қойғанда, дінді былай қойған кезде логикалық қайшылық. Сол үшін де кейде мен ойлаймын, қазақ 13-тегі отау иесі дейді ғой. Кезінде 13 жаста үйленіп, бала шағасын асырап, әйелін бағып, бір әулет болып, отау болып, тігіліп, құрылып кеткен қанша қазақтар. Қазіргі 13-тегілерді қойып, 20-дағылардың әлі ондай ақылы жоқ. Өйткені ол өмірде қиыншылық көрмеген, отбасылық өмірге дайын емес. Мен біреудің мәпелеген қызын алып келген кезде мен онымен қалай өмір сүремін деген нәрсе жоспары жоқ. Әлі күнге шейін жаңа ата-ананың сөзінің ортасында өспеген, санасы қалыптаспаған. Жаңағы өзінше мен анамды қорғадым деген сияқты әйелін төпештеуі мүмкін. Немесе әйелімді қорғадым деп анасына тіл тигізуі мүмкін. Бұл не? Бұл сананың қалыптаспағандығы. Сол үшін кейде мен жаңа теріс болса да сондай ой келеді. Мына кәмелеттік жас дегенді мүмкін өзгерту керек шығар. Қазақта бір сөз бар, бала болатын адам 15-інде баспын дейді, болмайтын адам 25-інде жаспын дейді. Жаспын деп адамға оған үйленуге болмайды әлі. Өйткені ол жас қой әлі, білмейді ғой, бала сияқты әлі. Біреудің досының айтқан сөзімен, болмаса жаңағы біреудің тиктоктан көріп алған нәрсесімен, болмаса бір айтқан уағыздан бір дұрыс қорытынды. Ол жерде уағыздың да ол қаншама жолдары бар. Иә. Реті бар. Соның реті бар. Тіпті сол уағызбен жүре қойсын, ал жарайды, дұрысын деген уағызбен. Оның алдында екі этапы бар ғой. Сен бірінші одан бөлек жат. Белгілі бір деңгейде жаңағы неден бас тарт деген сияқты. Сен соны істедің ба? Істеген жоқсың. Ол сразу эмоция келді да жаңағы ойбай ұруға болады деп айтты деп. Оның өзінде қиянат жасауға болмайды. Ол да адам Құдайдың пендесі ғой. Ол тем более Құдайдың пендесі ғана емес, сенің ең жақын, ең бірінші қорғайтын адамың сенің. Ертең біреу көз алартса да, біреу оған қырындаса да сенің абыройың былайша айтқан кезде. Сол үшін ол жерде мен оны ештеңемен ақтап ала алмаймын. Жалпы сондай бір қазір тенденциялар бар. Бұл керісінше реакциялар да тудырады. Енді осындай нәрселерден кейін қыз балалар тұрмысқа шығудан қорқады. Қорқады ғой, иә. Қорқады, өйткені білмейсің. Қазір мысалы сен жақсам, күйем, сүйем деп тұрған жігітің, сен алып қашып тұрған жігітің ертең сен оған қол жұмсауы да мүмкін, білмейсің. Онда не болады? Онда бізде жаңағы тұрмысқа шықпаған қыздардың саны көбейеді. Мен не үшін біреуден барып төпешін көріп баласын туып таяқ жеп отырғанша, құрсын өз өмірімді өзім сүрейін дейді. Одан кейін бұл жердегі жаңағы отбасылық институттардың да әлсіздігін көрсетеді негізі. Бұрынғы кезде құдаласқан кезде тектілікке қарайды. Сосын әулеттің абыройы деген нәрсе бар. Мына қыз жаман болса менің абыройым, ұл жаман болса сенің абыройың. Менің абыройыма нұқсан келтірмес үшін ұлға да тыйым бар, қызға да тыйым бар. Сол үшін ата-анасы қарап отырады, тәйт. Жолдасыңа тіл тигізбе, жолдасыңа қол көтерме. Ол біреудің аялап өсірген қызы, сенің де ертең қызың болады, сенің де қарындасың бар. Біреу төпелеп отырса жақсы көресің ба? Адам өз басына келмейінше түсінбейді ғой. Сол үшін де сол нәрселердегі салыстырмалы түрде ойлай алса, сонда жақсы. Ал отбасылар да кейде соған немқұрайлы қараған кезде көп кейбір қыздардың жаңағы мен енді жаңағы болған оқиғадан кейін инцидент болғаннан кейін астындағы жаңағы түсіндірмелерге кейбіреулердің жазғандарына көзім шалып қалды. Сонда кейбір қыздар шынымен де төпеш көріп жүре береді. Шыдап жүреді ғой. Немесе әке-шешесі айтады, сен өзің шықтың, өзің көр деген сияқты. Ол да өзінің жақындарынан жылылық көрмегеннен кейін сол төпешті қалыпты жағдай деп қабылдайды. Шын мәнісінде ол қазір заманауи заман емес қой. Жалпы дін ол нәрсені насихаттамайды ғой, дін үйретпейді ғой. Дін насихаты керісінше дін проблемаларды шешу керек қой керісінше. Жоқ, дін айтады, сен оны жақсы көр дейді. Дін сен оны мәпеле дейді.
ана жұмақ аналардың аяғының астында дейді. Мгм. Сен бала өзіңнің жұбайыңды риза қылсаң, екі жұбайдың ризашылығы болған кезде олдан туған баланың да мінез құлқы дұрыс болады. Мгм. Ол не дейді, үй іші ала болса кереге басы толған бәле болады дейді қазақ. Мгм. Ол шаңырақта тыныштық болмаса, шаттық болмаса, қуаныштың күлкісі болмаса, ол шаңырақта береке де болмайды. Ерлі зайыптылар негізі мынау жаңағы мен айтып отырмын ғой, түсіністік дейді ғой, адамдар білу керек бұрын. Мгм. Мінезі қандай, қай жері, жаңағы шегі, Мгм. құшпақ сүймек, мал жимақ бәрінің өлшемі бар, өлшемін асырсаң боқша дейді абай. Мгм. Кейде махаббаттың өзі шектен шығып кетсе қызғанышқа айналып кетеді. Мгм. Сол үшін әр нәрсенің өлшемі бар, қалыпты жағдайда ұстау керек. Мен жақсы көремін, бірақ оның осы бүйтіп жүруге қақысы бар, дүкенге барып келуге қақысы бар, көпшілікке ашық жерлерде жүруге қақысы бар, басқа деген сияқты. Сол үшін кейде мына діндарлардың да Ашық жүрді дегенде енді дұрыс түсіндіріп кетсеңіз қазір дұрыс енді түсінбей халыққа қалдым. араласады деген Иә, ғой, иә. араласа алады деген Иә. сияқты. Халықпен немен еркін Ашық жүреді. шашық жүру деген Қазір мағынада емес. сондай нәрсе Аха. бар да, мен қамап тастауым керек дейді. Неге десе айтады, әйелін қызғанбаған еркек доңыз дейді. Мгм. Сөйтеді дағы анау әйелді қараңғы жерде қамап ұстайды. Мгм. Бұл да қазір заманның бір талап емес қой. Қазір қаншама әйелдер қызмет күтеді. Оған кім қызмет көрсетеді? Оған әйелдер қызмет көрсетеді. Мгм. Тудырып алатын кім? Әйел. Мгм. Жаңағы шекарадан тексеретін кім? Әйел. Мгм. Жаңағы дүкенде қызмет жасап отқан немесе салық беріп жатқан кім? Әйел. Оның барлығын біз қамап тастасақ онда қызғанамын деп Иә. қалай болады? Сол үшін де ер азаматтар кішкене тереңірек ойлану керек. Егер сіз оған сенсеңіз, өз отбасын сақтайтын үш нәрсе бар. Мгм. Біріншісі өзара сенім, Мгм. екіншісі өзара түсіністік, үшіншісі өзара махаббат. Сіздің отбасыңызға басқа адамдардың араласуына ешқандай құқы жоқ. Сырыңызды жарыққа шығаруға болмайды. Кейде болады, кейде ыдыс-аяқ сылдырлауы мүмкін, ол да сол жерде қалу керек. Ол кекке айналып кетпеу керек. Ол екі жақтың, екі рудың төбелесіне айналып кетпеу керек. Сондықтан да бұл жердегі мәселені отбасын сақтап тұру өте қиын. Сол үшін де кішкене адамның санасы, баланың санасы қалыптасу керек. Мен жаңа кәмелеттік жасты өсіру керек па деп теріс ой айтып отырған себебім де осы нәрсеге байланысты. Адам сол нәрселерді түсіне білу керек, жауапкершілікті. Сонда мәселе шешіледі. Енді өзара сенім болатын болса, не үшін сіз оны сен қайда болдың деп кімдемдейсің? Мгм. Қайда болдың деген кезде екінші жақтан түсінік болады. Бұл маған сенбейді екен ғой деген. Мгм. Уже оның да сенім кетеді. Өйткені сенімсіз адам біреуге сенбейді. Мгм. Біз адам қандай болса басқа адамдар солай деп ойлайды. Иә. Сондықтан да одан кейін өзара түсіністік. Бәрі нәрселер түсіністікпен болу керек. Яғни ерлі зайыптылар бір-бірінің қабағынан біліп отыру керек. Ол ренжіп келді ма, ол шаршап отыр ма, ол қандай әзілді көтере алады, қандай әзілді көтере алмайды. Мгм. Менің ойымша басындағы жаңағы барни мәселесі де бір әзілден басталған сияқты. Мгм. Жедің Алла жесе біледі не енді. болады деген сияқты. Иә. Содан кейін барып Мәселе бір кісінің жағдайы емес, просто Иә. кейс ретінде жалпы дегенде дұрыс түсіну кейде мысалы мақсатында ғой, әзілдің иә. өзі кейде ренжіп қалып кетуі мүмкін ағай. Мгм. Кейде біреулерге әзілдеп қаттырақ сөйлеп қалсаң, Мгм. жаңағы өтірік намысы бар біреу, оны шын деп қабылдап, ары қарай оны трагедияға айналдырып жіберуі мүмкін. Мгм. Болады ғой енді Иә, иә. адамда эмоционалдық жағдай бар. Иә, иә. Сол үшін де ерлі зайыптылар үйленетін кезде адамдар танысады ғой. Сол кезде қарау керек, мына нәрсеге қарау керек. Енді жастар осы нәрсеге бірден көтерілгеннен кейін айтайын. Өзіңе ұқсас адамға үйлену керек. Табиғаты ма? Табиғат. Өзі екі жарты бір бүтін дейді ғой. Иә. Адам Толықтырады. кез келген адам өзі сияқты адам іздейді. Өзіне ұқсас адам іздейді. Оны қалай біледі деген кезде, мысалы, сіз айтуыңыз керексіз, маған мына стакан ұнап тұр деп. Мгм. Егер сіздің болашақ жартыңызда қандай әдемі маған да ұнады десе, сіз отбасы бола аласыз. Көңілдері бір жерден шығып тұр. Көңілдері бір жерден шықса, талғамдары бір жерден шықса, тіпті шықпаған күннің өзінде сіздің талғамыңызға құрметпен қараса, өзінің талғамы кішкене басқашалау, бірақ сіздің көңіліңіз қимайды. Онда отбасы бола алады. Жоқ, әр нәрседен сізде бір ілік іздеп отырса, мынаның қай жері Қарама-қайшылық. Мынаның қай жерін жақсы көріп тұрсың сен десе, сізге өмірлік жар бола алмайды. Өйткені бүкіл сіздің істеген нәрсеңіз ұнамайды, сіздің жуған үйіңіз ұнамайды, сіздің жуған кіріңіз ұнамайды, сіздің жасаған тамағыңыз ұнамайды, сіздің жасаған жаңағы салған төсегіңіз ұнамайды, сіздің әкелген жаңағы киіміңіз, үйге әкелген қаражатыңыз ұнамайды. Одан кейін Табиғаты бөлек болып тұр ғой, иә? табиғаты бөлек, екеуінің талғамы бөлек, бір-бірін, оның үстіне бір-бірін жақын көңіл қосу дейді қазақ. Көңіл қосқан адам ретінде емес, қайшылықты іздеп отырады. Ондай кезде отбасында береке бола ма?
ондай дүниеде жаңағы отбасынан дүниеге келген балада бақыт бола ма? Ол ертең ата анасының жаңағы татулығына куә бола ала ма? Кілең ұрыс керіс дау жанжал, не ажырасып кете алмайды, не құтыла алмайды, не жаңағы тату тәтті өмір сүре алмайды. Сондай отбасылар аз ба? Сондықтан да күйдім сүйдім, ананың мұрны әдемі екен, мынаның көзі әдемі екен деген мәселе bitпейді. Сол үшін де ғой, ары бар, ұяты бар, иманы бар, ата ананың қызынан қапы қалма дейді қазақ. Пайғамбарда да бар ғой, адам үш нәрсе үшін үйленеді. Сен ішіндегі ең имандысын, иманды жүзсін таңда, имандылығын таңда. Өйткені адамгершілігі саған. Сол үшін де сен ұнатқан нәрсені оны ұната ма, сен жақсы көрген нәрсені оны жақсы көре ма? Осы критерийлермен егер жастар соған өзіне жар іздейтін болса, мен ойымша қателеспейді. Өйткені Құранның өзінде де тең теңімен деген нәрсе бар. Тезек қабымен дейді қазақ. Куфу дейді ғой. Тең деген нәрсе сол. Ол менің теңім емес дейді ғой. Ол материалдық жағынан болсын, ол саналық жағынан, ол рухани жағынан болсын, тең емес болса, ол отбасында береке болмайды. Бұл трагедиялардың барлығы тең еместердің қосылуының трагедиясы. Тең болғанда ешқандай теңдер жоқ па? Бар. Тең теңімен, тезек Тезек қабымен. қабымен. Тең жоқ па? Жалпы діннің өзінде де куфу деген нәрсе бар. Неге десең, мысалы бір кедейдің қызы айтады, мен бай жігітке тұрмысқа шығамын дейді. Бай жігітке тұрмысқа шықтың, сенің кедей екенін күнде бетіңе басып отырса. Жақсы ма сол? Немесе кедей жігітке тұрмысқа шықтың, бай әйел. Сені еркек қылған мен деп отырса, еркектің намысын қоямын ба? Сол үшін де байлық жағынан да, руханият жағынан да адамдар теңін іздеу керек. Сондай проблема шешіледі. Ол бүкіл болмаса да 100%-дің 90% шешіледі. Қалған ақырындап мінезі бөлек қой. Бөлек үйде тәрбиеленді ғой. Кешіріммен қарауға болады. Енді тәрбиесі мына босқа 20 жыл бойы, 25 жыл бойы басқа үйден шыққан ғой. Тура мен сияқты ойлау шарт емес қой. Кейбір нәрселер басқаша. Оның үйінде басқаша болуы мүмкін. Оның үйінде аяқ киімдер басқаша тұруы мүмкін. Оның үйінде ыдыс-аяқтар басқаша тұруы мүмкін. Ақырын үйретесің ғой. Немесе екеуің бір ортақ түсіністікке келесіңдер. Былай істеп қойса қалай болады? Деп ше? Оны мәселе келісіммен шешеді. Көп нәрселерді мынау ақыл керек дейсіз. Ақылмен ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген сезімі ғой. Алла бетін алып Кейде бар ғой, кейде сезіммен де көп ашуларды қайтарып жіберуге болады. Енді сенің жұбайың ғой енді. Өмір ғой деген сияқты. Өмір ғой, ал енді не істейміз ал енді. Осы болды ғой енді, ары қарай осыған көну керек. Сол үшін де мына нәрсе, сосын бір тағы бір нәрсе ойыма түсіп отыр. Әйел адамдар бүкіл сырын құпиясын ашпау керек деп ойлаймын мен. Өз махаббат деген, жақсы көру деген бір нәрсе ашыла берген сайын қызық бола береді. Кітап та солай ғой. Сіз кітаптың қорытындысын бірінші бетке жазса не болады? Неге соңғы бетке жазады? Оқымай қоясыз ғой. Сол сияқты сізде бүкіл сырыңызды жолдасыңызға ашып тастасаңыз, сізге қызық болмайды, басқа бір кітап іздей бастайды. Сол үшін де екеуі де ашылмау керек па? Ішіңізде бәрібір бір қылықтар болу керек. Қызық болу керек. Бәрібір бір қылықтар болу керек. Бәрібір бір тартымдылығы болу керек. Бәрібір мінездері болу керек. Соның барлығын сақтау керек та, бүкілін ашып тастап, бүкіл жаңағы дарақылықтарын көздеп тастайтын болса, одан кейін ары қарай қызық болмайды. Сол үшін адам ретінде тіпті ол сіздің жұбайыңыз болса да, оған деген жаңағы бір құпиялықтарыңыз болуы керек. Соның барлығын сақтайтын болса, шіркін жақсы отбасы, ондай отбасылар жоқ па? Бар, көп. Просто біз жаман отбасылар бірен-саран болса да әлеуметтік желіге шығып қалғаннан кейін соларды көреміз. Әйтпесе талай жаңағы үйісіп отырған дейікші енді. Үйіп отырған, айрандай үйіп отырған отбасыларымыз бар. Құдайға шүкір, алтындай балалар тәрбиелеп отқан отбасылар бар. Олар да көбейе берсін шүкір. Сондықтан да мүмкін кейде ойлаймын, бірақ ондай адамдар шығарған кезде адамдар қызықпайды ғой. Сол үшін жаңа негатив шығып қалса, қылмыс шығып қалса, оның барлығы. Сол үшін сосын мынандай бір нәрсе бар да, адамдарда мындай психология бар. Менен басқа адамның бәрі бақытты шығар деген ой. Бүкіл адамдардың проблемасы бар. Біз білмейміз. Бірақ кейде ауырған адам ойлайды да, бәрін дені сау шығар деп. Мен ғана қиналып отырған жоқпын, олай емес. Адамдардың бәрінің өзінің проблемасы. Кейде болады ғой, мысалы жігіт адамдар ойлайды, менен басқа еркек жігіттердің достарымның бәрінің әйелдері жақсы шығар деп. Немесе керісінше күйеулері жақсы шығар деп. Оның сырын сіз білмейсіз. Сол үшін сізге не бұйырды маңдайыңызға, соны максималды жақсы қылып көрсету керек. Бұл ерлі-зайыптылардың ең үлкен миссиясы болу керек деп ойлаймын. Қазір мына әлеуметтік желі, TikTok-тың өмірі, Instagram-ның өмірі бүкіл отбасының құпиясын жарыққа шығарып тастады ғой. Бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Соның кесірінен қаншама ажырасулар болып жатыр. Соның кесірінен қаншама жаңа шекараны асып келіп жатыр. Біреудің әйеліне біреудің еркек жазып жатыр. Біреудің еркегіне біреудің әйел жазып жатыр. Бұл не этикет, бұл не жаңа ақылақ. Сондықтан да ондай нәрселерді
бейәдеп әрекеттер, иә. бейәдеп әрекеттер ғой. Сол үшін де жаңағы заңсыз жүрістер, көшенің өмірі, тағы басқа нәрселер, ойбай былай істемесең былай істейді, бәрібір де барам десе барады. Қалай ол? Ол азғындық қой ол. Сондықтан да оның барлығын ақтап алудың қажеті жоқ. Енді өмір солай болғаннан кейін мүмкін сондай нәрселер жарқ-жұрқ етіп шығып жатыр, бірақ ең басындағы ер азаматтың тыныштығы ол өзінің отбасы. Әйел адамның тыныштығы ол өзінің ері. Сондықтан да сол жерден іздеу керек, алыстан емес бақытты. Біздің басымызда тұр ғой, просто Бауыржан Момышұлының бір сөзі бар, адамдардың бәрі бақытты тек ұшқан кезде түсінеді деген. Сондықтан да соны сезіне білсе, отбасын солай тәрбиелей білсе, әсіресе бала дүниеге келгеннен кейін сол баланың қуанышы үшін өмір сүрсе, ортақ мүддеге ше, ортақ мүддеге. Сонда екеуі екі жақтан сол отбасын болса екен деп тілесе, сол баланы бақытты балалық шағын сездіру үшін ата-ана болса, сөйтіп жүрген кезде өзі мінездері де ұқсап кетеді. Адамдар бар ғой, мына психологияда адамдар ұқсамайтын адамдар қосылғаннан кейін, біраз уақыт бірге тұрғаннан кейін ұқсай бастайды. Ана мүдде өзгертеді ғой. Иә, баяғыда бір Ортада келін тұрған. ауылға түскен кезде ауылдың иісі бар ғой, енді малдың иісі бар. Айтатын көрінеді ғой, мен келген кезде ауыл сасық еді, мен келгесін кетіп қалды деп сасық. Сол сияқты үйреніп кетеді да. Ал үйреніп кету үшін бір 10 жыл шыдау керек. Кемі. Енді 2-3 жыл аз болады. Қазір көп жастар үйлене салып 2 жылдың ішінде ажырасады. Статистика деген құрсын қорқынышты, енді оны айтып жария қылмайық. Сондықтан да бұл нәрсені жеңіл қарамау керек. Өйткені бұл жерде үлкен бір өмір мәндік мәселе бар. Өйткені ертең бұл бірінші физикалық, физиологиялық Құдайдың табиғаты жаратылысы. Еркек пен әйел қылып жаратқаннан кейін, жұп-жұп қылып жаратқаннан кейін тыныштық табу үшін екі жұптың қосылуы шарт. Хайуандар сияқты, Европадағы кейбір тәрбие сияқты қосылуыңыз да мүмкін көшеден. Бірақ сіздің оның ләззаты жоқ, руханияты жоқ, ортақ мүдде жоқ, бала жоқ. Одан кейін ертең үлкен елдік мүдде бар. Отбасы жақсы болса, отан отбасынан басталады, отбасында тыныштық болады. Отбасының экономикасы дұрыс болса, мемлекеттің экономикасы да дұрыс болады. Көп деген қайшылықтар не болып отыр? Кедейшілік деген сол отбасылық мәселеге байланысты. Ал мемлекет оның бәрін шешіп бере алмай қалуы мүмкін. Одан кейін үшінші мәселе бұл демографиялық мәселе. Біз дүниеге келдік, ертең шірейміз, өлеміз, кетеміз. Ұрпағымыз осы елді көркейтеді. Осы елдің тізгінін солар ұстайды. Ал біз бәріміз эгоист болып өз бетімізше өмір сүріп жүріп алайық онда. Онда бұл елдің болашағы кім болады? Кім бұл ертең бұл игілікті кім басқарады? Бұл елге кім иелік етеді? Сондықтан да бұл жерде осындай үлкен сакралды киелі нәрселер бар. Яғни жаңа Европаның көптеген жаңа құқықтық демократиялық нәрселер бар ғой, мен өзім білем деген. Ал егер оған кетіп қалсамыз, біз шығыстың өзіміздің осы рухани менталитетімізді айырылып қаламыз. Адам болып келгеннен кейін, әйел болып келгеннен кейін, әйелдің бақыты қай кезде? Ол өзінің туған баласын алып құшақтаған кезде, сүйген кезде ғой. Еміренген кезде, иіген кезде, жаңағы омырауын емізген кезде, ақ сүтін берген кезде сезінеді ғой. Оны сезінбеген әйелге сіз сезіндіріп алмайсыз, оны түсіндіре алмайсыз ғой. Сондықтан да ол адам әр нәрсені Құдайдың жаратылысына қайшы келмеу керек. Жаңағы қазір жастардан сондай нәрсені естіп қаламыз ғой, отбасы керек емес, жүре беру керек деген сияқты. Ондай да көбейіп жатыр қазір. Ол да жақсы дүние емес. Сондықтан да отбасы болу керек, айрандай ұйысқан отбасы болу керек. Отбасыда кемшілік болмайды емес болады, бірақ ортақ нәрселерді, ұқсастықтарын, тіпті кейде кемшілік болған кезде оның жақсы кездерін ойлау керек. Кейде жай елемей қойсаң да. Елемей қойсаң да өте шығады. Немесе сыртқа шығып бір айланып кетсең ұмытып кетесің. Өтіп кететін дүниелер ғой. Ұмытып кету керек. Отбасының мүддесі үшін. Баяғыда 40 жылдық нәрсені қайта-қайта қазбалай берудің қажеті жоқ. Төбелес табамын деген адам табады ғой. Сондықтан да жаңа жақсы айттыңыз, аға, негізі ер адамдардың бір үлкен дүниеге талпынбауының нәтижесінде сол майда шаруаның етегінде қалып кетіп жатыр деген. Ошақ қасында електеніп жатсаңыз, әйелдің бүкіл кемшілігін іздейсіз ғой. Иә, шын мәнісінде ер адамда үлкен бір заводы, үлкен бір уайым тұрса, соған талпынып баратса, проблемаңыз басқа болса, үйдегі дүниелер майда болып қалады ғой көзіне. Жеткенге немесе ертең неге жетемін деп ойлап отырсаңыз, рухани салада болатын болсаңыз, жазатын кітабыңызды, оқитын кітабыңызды назарда ұстасаңыз, басқаша. Ол кезде сіз жаңағы әйелдің күйбең тірлігіне араласпайсыз. Керемет. Енді тағы бір мәселе, енді бұнда қозғап кетсек, жаңа уағыз мәселесіне қатысты, насихат мәселесіне қатысты айтып жатсыз ғой, уағыздың да айтылатын орны болады, реті болады деп. Осы қоғамда орын алған кешегі ана тойда айтылған уағыз насихатқа қатысты жалпы уағыздың айтылу реті, тәртібі қалай болу керек? Жалпы дінтанушы маман ретінде осыны ашықтап берсеңіз. Құранда удуу иля сабили раббика бил хикма. Қателеспесем, сен Раббыңның жолына хикметпен шақыр дейді. Немесе وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا дейді. Тағы бір аятта. Кімге Алла Тағала хикметті берсе,
оған көп нәрсе бергендігі дейді. Мгм. Бұл хикмет деген не деген сөз деген кезде орынды сөзді орнында қолдану. Мгм. Айтылатын жерде айту, айтпайтын жерде айтпау. Бүкіл адамдардың қателесетіні осы ғой. Сөйлейтін жерде сөйлемей қояды да, сөйлемейтін жерде айтып жібереді. Немесе нені қай кезде айту керек, нені қай кезде айтпау керек білмейді. Қай нәрсені қай жерде қолдану керек екенін білмейді. Сол үшін де қоғамда көптеген резонанс, қайшылықтар туындайды. Мысалы, сіз барып бір ішімдік ішіп отырған жерге барып уағыз айтсаңыз, сізден жексұрын адам болмайды. Немесе уағыз айтылып жатқан мешітке барып жаман нәрсе айтатын болсаңыз, сізден жаман адам болмайды. Сондықтан да мынау халықтың алдына шығып сөйлеген кезде сөз деген дүниеге де өте мұқият болу керек. Менің ойымша осы жаңа таяқтың екі ұшы сияқты бір шеттен екінші шетке секіріп, кейде біз осы нәрселердің орнын шатастырып алып жатырмыз. Иә, мен ақтап алып жатқан жоқпын. Тойдың ішінде де не бір той деп айтуға келмейтін нәрселер көбейіп кетті қазір. Не бір қазақтың салт дәстүрінде жоқ нәрселер көбейіп кетті. Не бір жаңағы мен бағана айтып отырған сияқты ердің еркектік мінезі жоқ, әйелдің әйелдік нәзіктігі жоқ жағдайларға кетіп қалдық кейде. Кереміз ғой, кейде тойға барамыз, халықтың ішінде өмір сүріп жатқаннан кейін кейде болып жатқан эпизодтарға қарауға ұяласың. Кейде әлеуметтік желілерге де таралып жатады. Жаңа жерде аунап, билеп, не істеп жатады. Бұл да той деп айтуға бола ма, болмай ма? Мәшһүрдің кезінде айтатыны бар. Кезінде қазақ тойға барған кезде біз алыс жоқтағыны көріп, арқа жарқа болып қауқылдасып, бір демалып қайтатын едік. Қазір тойға барсақ шаршап қайтатын болдық. Мысалы, үлкен кісілер тойға барған кезде даңғаза, даңғара музыка, оның музыканың әннің де естісі бар, естері бар деп қатты қояды да, кейде айтылған адамның тілегі естілмейді, кейде тамақ ішіп болғанша басың ауырып кетеді. Өйткені кез келген звук, дыбыс адамға әсер етеді ғой. Сондықтан да бұндай даңғазалардан кейде біз шаршап та кетеміз. Бірақ бұл деген сөз жаңағы қоғамдағы бар қалыптасқан жүйеге қарсы, немесе жаңағы бір болған жағдайға қарсы, немесе той иесінің көңіліне қарсы бір сөз айта салу керек деген сөз емес. Бұны ақырындап талғамды көтеру арқылы реттеу керек. Менің ойымша бұл нәрсе болашақта реттеледі. Өйткені біз 300 адам, 400 адам, 500 адам, 1000 адам тойға шақырамыз. Соның қаншасы бізге тілекші? Қаншасы біздің қуанышымызға шын қуана алады? Бұның барлығын сараптайтын уақыт келді ғой. Атақ абырой бөлек, сенің ақшаңды, байлығыңды шашқан, жиған тойға шашылсын деген бөлек. Бірақ шын мәнісінде маған шын жанасыр кім? Мен өзім қуанышымды кімге бөлісе аламын? Және кім өзінің шынайы көңілінен, жүрегінен шыққан тілекті маған айта алады? Бұл талғамдар да ақырындап қазір шығады. Ертең жастардың көзі ашық, олар да өздері сол нәрсені реттеп алады. Бірақ осы өтпелі кезеңде біз осындай жаңағы тобырлық деңгейде той мәдениетін қалыптастырамыз деп жұрттың бәрі тойхана салып жатқан кезде, әрине сондай нәрселердің болуы қалыпты жағдай болуы мүмкін. Ал енді сол ақсақалдың сол жерде айтып қалған дүниесі мүмкін той иесіне деген, сол жердегі кейбір жаңағы өнер иелеріне деген құрметсіздік те болуы мүмкін. Бір сөзді адам әртүрлі сөзбен жеткізуге болады. Сөз кейде қазақ айтады ғой, таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді деп. Сол үшін кейде орынсыз кезде, орынсыз уақытта айтылған бір сөз үлкен бір резонанс тудырып жатуы да мүмкін. Мүмкін ақсақалдың өзінің эмоционалды жағдайы да солай шығар, оның мінезі де солай шығар. Мүмкін сөзді кейде бір адамдар бар, түйеден түскенде сөйлейді, сөйлеп білмейтін де. Ондай кезде сондай адамдар да мүмкін. Бірақ қалай болған кезде де ол біздің қоғамдағы қалыптасқан дүниеге қарсы үлкен наразылық болғаннан кейін қоғам оны қабылдай алған жоқ. Соның нәтижесінде мүмкін ол жаңағындай әртүрлі жауапкершілікке тартылып жатқан да болуы мүмкін. Бірақ қалай болмағанда да бұл жерде бір нәрсені ақтап жатқан жоқпын мен. Жаңағы мына нәрсені істеу керек. Ол мәселенің барлығы талғамға байланысты қалыптасатын дүниелер, біртіндеп болатын дүниелер. Тойдың ішінде де жаңа әйел адамдар мен әйел азаматтардың бірге отыру жағдайлары дүстес кездеседі. Кейде де жаңа әйел адамдар азын-аулақ шүңкілдесіп әңгімелесу үшін бөлек орындыққа отырып алды, мүмкін онда тұрған ештеңе жоқ. Сондықтан да бұл жер мәселені ақырын реттеліп шешілетін дүниелер. Менің ойымша бұл жаңағы белден басып шешілетін де дүние емес. Екінші жағынан мынандай нәрсе де бар. Біз жалпы халық ретінде, ұлт ретінде әйел азаматтар мен ер азаматтардың бөлек отыру деген мәселелерді көп жаңағы енді әсіресе солтүстік жұртшылығы деп айтсақ та болады. Орталық Қазақстанда онша бір мақұлдай қоймайды. Қалыпты жағдай деп қабылдаймыз біз. Бірақ кейде мысалы Өзбекстан жағында болуы мүмкін, ары қарайғы мемлекеттерде болуы мүмкін, бөлек отыруы мүмкін. Ондай мәдениет ортасынан келген азаматтар онда өзінің мәдениетін жаңағы дұрыс деп санауы да мүмкін. Сол үшін ол жерде де сондай бір түсіністікпен қарайтын да
тетіктер болуы мүмкін деп өзім ойлаймын. Бірақ енді жаңағындай бірден белден басып қайту ол енді жаңағы ағаттық болар. Өзі тойға келіп отырып еще жаңағы көш жүре түзелер деген сияқты талғам ақырындап өсер, сана да ақырындап өсер. Мысалы кейбір нәрселерді біз қазір айтуға болмайды. Уақыт келген жоқ. Кейбір нәрселерге қоғам санасы дайын емес. Уақыт келген жоқ. Кейбір нәрселерді айту керек, уақыт келді. Жаңа толғағы жеткен дүние деп жатады. Сондықтан да солай келісіп ақырын мәселелерді талқылап, ортаға тастап, иә. Ол кісінің мүмкін олай емес, жалпы бұны бір пікір ретінде ортаға тастаса қалай болар еді, иә. Мүмкін жылы қабылданар ма еді. Бұл қалай ойлайсыздар деген сияқты. Мүмкін жаңағы ұлттық әндерді көбірек беру керек шығар. Даңғаза эстрада музыкаларынан гөрі деген сияқты нәрсе айтса, мүмкін халық қабылдау, жақынырақ қабылдау. Әстесте дейді ғой. Қазақ бар, мұсылман болу әстесте деп. Сол үшін жылы сөйлесең жыланынан шығады дейді. Қандай жағдайда да шариғаттың ішінде де талаптар әртүрлі. Қоғамдағы және ол шариғатты қабылдаған қоғамның мәдениеті әртүрлі. Мысалы, тура сол шариғатпен немесе тура сол мұсылманшылықты ұстанатын пәкістандардың мәдениеті бөлек, малазиялықтардың мәдениеті бөлек, арабияның мәдениеті бөлек, тіпті көрші тұрған өзбек халқы мен қазақ халқының мәдениеті бөлек. Сондықтан да біздің мәдениетімізде не қабылданды, халық нені қалыпты деп санайды, сол деңгейде, бірақ жаңағы азғындыққа да кетпей. Енді ол жерде белгілі ғой, енді ненің азғындық емес екен. Сондықтан да сол нәрселерді жаңағы ғибрат қылып айтатын болса, ақсақалдар сол кезде бата беретін болса, керісінше ол сол жастарға бақыт тілесе, немесе той иелеріне бір ғибратты әңгіме айтып берсе, мүмкін өтімді болар ма еді деген сияқты. Сондықтан да әр адам өзі тойға барған кезде сөйлейтін сөзін ойланып бару керек қой. Ол да бір маңызды нәрсе, өйткені кейде тұтқиылдан сөз шықпай қалуы да мүмкін ғой. Өйткені сөз деген нәрсе оңай нәрсе емес. Ол деген энергия, ол деген күш, ол деген негатив тудырады. Енді сондықтан да мен енді бір адамды күстен алудан аулақпын, бірақ жалпы алған кезде біздің қоғамдағы тойдағы сөйлеу мәдениеті кейде тілекті тыңдап жалып кетесің. Біз не үшін тамада дейміз, асаба жылда болатын болдық. Біз өзіміз сөйлемейміз, сосын сөйлейтін адам. Таптырмашы ма? Иә. Қазақтың тойында бұрын асаба деген нәрсе болған жоқ қой. Бәрі бір асаба болды. Бірімен бірі үйлесіп керемет бір отырыс болатын. Аттыға жол жаяуға сөз бермейтін керемет отырыстар болады, керемет тойлар болады. Бара сөйтетін шығармыз, енді тілекті де сол адамдарды жалдап әкеп айтқызатын шығар. Мен айттым, мен атымнан бір тілек айтып берші деп. Енді ол деген не негізі? Ол деген біздің регрессіміз бе, прогрессіміз бе? Сондықтан енді ол өкінішке қарай. Өйткені мынау әлеуметтік желі, қазір кітаптың оқылуының аз болуы, сөйлеу өнерінің жаңағы кенжелеуі, шешендік өнердің тоқырауы, қазіргі адамдарға бір нәрсесін тікелей қабылдайды. Иә. Астарлы мағынада қабылдамайды көбісі. Қабылдамайды, тура қабылдайды қазір. Біз кейде радикалдарды кінәлаймыз ғой, олар аят пен хадисті тура қабылдайды. Иә. Тура сол сияқты қарапайым жалпақ қазақтың сөзін тура қабылдайтындар көп қазір. Неге? Өйткені ол астарының не екенін түсінбейтін адамдар көп, студенттердің арасында әсіресе. Иә, кейде қазақ өзі бір сөздің өзін 100 түрлі қылып жеткізеді ғой, астарлап, қаншалықты тигізгісі келеді, қаншалықты ауытқысы келеді, соншалықты қолданады. Бір тура сол сөз. Дозасын береді ғой. Иә, оның өлшемімен жаңағы. Сол үшін оның барлығын түсінбеген кезде адам тура мағынасында қабылдайды. Сол үшін де біз енді ақсақалды тура қабылдап қалдық па деп ойлаймын. Ол да бар. Сондықтан енді біз не істейміз? Бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деген қазақпыз. Ақырындап ел боларымыз, болып та жатырмыз, Құдайға шүкір. Бұдан да заман кезде тойға барғанбыз деген сөз бар. Шүкір, ақырындап аяққа жиып келе жатырмыз. Ертең бәріне дұрысталады, жастар өседі, жарылып байиды, жас өседі, жарылып байиды. Бәрі өз-өзіне келеді. Бірақ біз жақсылықтың жағында болсақ екен, біз біреу болмаса біреуге жеткізсек екен, біз біреу болмаса бір жастар тәрбиелесек екен, біз дәнекерлік сабақтастық қызметін атқарсақ екен, біз қоғамның бөлшектенуіне емес ұйысуына қызмет етсек екен, біз біріміздің кеудемізден итеріп емес иығымыздан құшақтасақ екен деген сияқты бағытта жүретін болсақ, менің ойымша біздің ниетімізге қарай Құдай берер. Біз солай бір ниет етіп жүреміз енді. Алла разы болсын, керемет. Уақытыңызды бөліп арнайы келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Осымен тамамдасақ. Сәттілік. Енді біз тыңдап отырған кісілер де жалығып кеткен шығар. Сондықтан да сөз тілде буын жоқ. Айтыла береді. Айтылмаса сөз жетім дейді. Айтып жүру керек, жеткізіп жүру керек. Мынау тыңдап отырған азаматтарға да үлкен алғыс білдіреміз. Мақсат ақыл көйісі біреуге ақыл айту емес, ой қозғау. Сол ойдан біреулер ой түйеді. Не дейді? Ой түбінде жатқан сөз ой толқытса, жел толқытса шығады. Су түбінде жатқан сөз, жатқан тас жел толқытса шығады дейді ғой. Асан Қайғы бабамыз. Сол үшін де жаңағы ойымыз толқығаннан кейін айтылып жатқан дүние, ол да бір абсолют ақиқат емес шығар. Бірақ енді
әркім сол өзінің ішіндегі бар дүниесін жеткізеді. Сіздердің де осы ұжымдарыңызға біз сәттілік тілейміз. Рахмет. Елге, жұртқа қызмет жасай беріңіздер. Қазір енді жастардың бәрі жаман болып кетті деп айтуға аулақпыз. Жастардың ішінде талай саналы, парасатты ұрпақтар бар, солар ой түйер, жаңа достарын соған тартар деген сияқты дүние ғой. Ел іші, өнер кеніші, елдің ішінде талай дүниелер бар. Сондықтан еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Рахмет көп. Нұрлы күндерде Мүдде жолығайық. ортақ, ауызбіршілік, Әрине. ынтымақ. Мақсат Бәріміздің сол, де мақсат мақсатымыз сол. сол, иә. Бөлісе алмайтын түк те жоқ. Иә. Тек қана өзіміздің пейілімізді тартылтпасақ болды. Рахмет көп. Сәттілік болсын.